Қайырлы кеш, біз сабағымызды жалғастырамыз. Бүгін біз бағдарламалық қамтамасыз ету құралдарымен танысатын боламыз. Айта батар болсақ, бұл Lego Mindstorm EV3 операциондық жүйе. Бұл жаңағы EV3-дің контроллері. Ол жүйеде Brick Program деген өзінің жүйесіне енгізілген бағдарламалық басқару құрылғысы бар. Яғни Brick Program арқылы біз қарапайым бағдарламаларды жаза аламыз. Бірнеше блоктары бар. Яғни открыть сохраненную программу, соңғы сақтау, енді мынау дискетаның суреті тұр. Сохранить программу арқылы сақталған программаларды біз открыть сохраненную программу арқылы аша аламыз. Содан кейін мынау начало программы, запуск программы, программаның басы, мынау программаның соңы, яғни циклмен аяқталады бізде итерация санымен, немесе шексіздік циклымен, бесконечный цикл. Енді кнопка добавления новых блоков в программу дегеніміз бізде мынандай штрих сызық тұрса, және осындай стрелка үстіге қарап тұрса, үстіңгі батырманы басу арқылы жаңа блоктарды қоса аламыз. Программаның соңы алдында айтып өткендей, немесе блокты циклдау көріп отырғандарыңыздай программаның соңында болады. Енді біз программаны қалай жазамыз, оның алдыңғы сабақта үйретіп кеткен болатынмын. Мынандай стрелка алдыға қарап тұрса, онда бұл программа делай деген, яғни істе деген программаның блоктар, олар күт деген программа блокпен ғана бірге жұмыс жасай алады. Егер біз уақытты таңдайтын болсақ, онда 5 секунд жағы орындалады. Алдыға жүрсін, алдыға 5 секунд жүреді. Егер тек біз алдыға ғана команданы таңдасақ, немесе оңға бұрыл деген команданы таңдасақ, күт деген командасыз ол орындалмайды, яғни ожидание болу керек міндетті түрде. Осы екі блокты қосу арқылы біз бір программаны жаза аламыз, яғни бұл робот алдыға 2 секунд жүреді деген сөз. Батырманың түсін өзгерту үшін біз осындай программаны қолдана аламыз. Бізде оранжевый мигать етіп тұрады, оранжевый түс. Программаны бірнеше рет орындау үшін біз циклдың соңы, яғни программаның соңы итерацияны қолданамыз. 1-ден 10-ға дейін деп айттық, немесе шексіздік. Двухмоторный тележканы біз LGD-де жасадық. Енді сіздерге тапсырма. Осыны орындап көріңіздер. Робот алдыға 1 секунд жүреді, сосын 0,5 секунд бұрылыс жасайды. Яғни бұрылыс ол қалай болу керек? По дуге налево дейді. Яғни солға қарай бұрылу керек 0,5 секунд. Осы іс-әрекетті 4 рет қайталау керек. Бұл бізде квадрат бойынша жүру. Квадрат бойынша жүрудің алгоритмі, егер орындамасаңыздар, жақсы ма? Орындасаңыздар, өздеріңізді тексеріп көріңіздер. Программа арқылы біз мына робот жүк деген алгоритмді қолданамыз. Яғни бұл робот жүк деген алгоритм бізде робот пылесоста да қолданады, стена бойынша жүретін роботтарда да қолданады, лабиринт роботтарында. Яғни робот алдыға жүреді, пока бізде условия тұр, шарт тұр. Датчик касания басылмады дегенше дейін. Егер датчик касания басылса, робот артқа жүреді, артқа 0,5 секунд артқа жүреді. Содан кейін ол бір орнында айналады, содан кейін ол 0,5 секунд айналғаннан кейін программа қайтадан орындалады.
ультразвук датчигін біз роботқа қосу арқылы 30 сантиметр ара қашықтықта тұрған белгілі бір препятствие дейді, объектке дейінгі расстоянияны өлшей аламыз. Егер біздің роботымыз 30 сантиметрден кем ара қашықтықта белгілі бір объектіні көретін болса, онда ол орында айналып 30 сантиметрден үлкен қашықтық болғанда ол жаңағы іс-әрекетті қайтадан бастап қайталауы керек. Яғни 30 сантиметрден ара қашықтық алыстаса, онда ол қайтадан алдыға жүреді деген сөз бұл. Сызық бойында жүретін роботтың программасын жаза аламыз. Бұл жерде релелік алгоритм қолданылады. Бұл жерде робот солға қарай бұрылады, пока қара сызықты көрмегенше дейін, қара түсті көрмегенше дейін. Егер қара түсті көрсе, ол аққа қарай ұмтылады. Яғни ақ түсті көрсе, онда ол қайтадан қараға ұмтылады. Яғни бұл іс-әрекет шексіз қайталанады. Яғни бұл релейный алгоритм дейді. Реле алгоритмі бойынша жазылған программалық код. Гироскоп арқылы біз қалай 90 градусқа бұрыламыз? Яғни гироскоп арқылы бұрылу үшін біз алдыға жүреміз. 1 секунд алдыға жүргеннен кейін робот оңға қарай 90 градусқа бұрылу керек. Яғни бұл квадрат бойынша жаңағы жүру, роботтың қозғалуы. Жақсы, біз алдыңғы сабақты қайталап шықтық. Осы көрсетілген слайдтағы программалық кодтарды өздеріңіздің роботтарыңызбен қайталап көрсеңіздер болады. Өздеріңіз білесіздер, блочный программирование, LabVIEW деген бізде программное обеспечение. Яғни оның екі түрі бар. Программное обеспечение EV3 Education, яғни образовательный, және базовый домашний дегені бар, домашний версия. Біз образовательный версиямен қолданамыз. Образовательный версияның өзі бізде екіге бөлінеді. Для учителей и для педагогов, сосын для учеников деген бар. Айырмашылығы неде? Для педагогов деген біздің жаңағы EV3-дің программасында біз мынандай функцияларды қолдана аламыз. Яғни подсказка бере аламыз. Сонымен қатар бізге қосымша мына жерде руководстволар болады, нұсқаулықтар. Соларды қолдана аламыз. Сонымен қатар мен қосымша мына жерде конструкторские проекты деген, сонымен қатар космические задания және окружающий мир деген. Лобби дегеніміз біздің программаны ашқанда ең бірінші көрінетін тереземіз. Бұл жерде егер программное обеспечение для педагога десек, краткое руководство бар, сонымен қатар самоучительда бізде көптеген инструменттер бар. Книга для учителя деген сияқты, мысалы самоучитель, PDF, перечень Лего детали. Осыны шығарып алсаңыздар болады. Лего деталь 455-44 дегеніміз біздің базовый жаңағы наборымыздың тізімі, яғни детальдардың тізімі. Енді ең бірінші бізде расширенный модель тұр. Сіздерде де осылай шығар. Расширенный набордың модельдерінен біз осылай осы жерден көре аламыз. Инструкция к модели, перечень деталей Лего. Осыны шығарып алсақ болады. Кейін санауға өздеріңізге ыңғайлы болады. Яғни А4-ға шығарып алсаңыздар. Әр набордың жанына қойып қоясыздар. Содан кейін қанша деталь жетіспейді, солай санауға болады. Инструкция к модели основной набор. Яғни бірнеше модель жасауға болады. Сонымен қатар кратко жаңағы руководствода бізде қалай программалық кодтарды қосамыз деген сияқты қысқаша нұсқаулықтар бар. Жаңадан проект ашу үшін біз жасау үшін новый проект дегенді басамыз, немесе үстіңгі жақта плюс басамыз, добавить проект, немесе файл, новый проект и программа. Біз соңғы ашылған проекттарды
қарай аламыз. Соңғы 10 проектті көруге болады екен ашылған. Және де өзіміз осы компьютердегі барлық сақталған проектларды ашу мүмкіндігі осы жерде бар. Яғни ол файл открыть проект деген жерде де көрінеді. Инструментімен әлі де танысамыз. Қазір біздің мақсатымыз қазіргі жаңадан программа жазу. Мына тереземен таныстыратын боламын. Яғни сіздерде мына ашық тұрған вкладкалар олар, яғни барлық программалар. Программалардың ішінде подпрограммалар болады. Подпрограмма дегеніміз мынау. Добавить программу и новая программа. Яғни плюсикті басу арқылы біз бір программаның ішінен подпрограммалар жазамыз. Программаның басын біз басу арқылы оны роботтың ішіне жүктейміз және сақтаймыз. Жүктеп, оны қосамыз. Сонымен қатар, мына жерде сол жағында свойство проекта деген бөлігі бар. Свойство проекта арқылы біз режим подключения шлейфом дегенді бассақ, онда USB арқылы екі EV3-дің блогын жалғай аламыз. Яғни, қазір қарап көрсек, мына жерге мотордың блогын алып келейік. Яғни жасыл бізде мотор. Бізде бірінші шлейф деген бар. Біз 4 шлейфке дейін 4 блокқа дейін қоса аламыз. Егер одан асып кетсе, біз мына жерде дополнительно таңдаймыз. Яғни номер слойы қосымша біз слотты жалғаймыз да осы жерге номерді көрсетеміз. Енді бұны алып тастайтын болсақ, біз кәдімгі режимде қолданамыз. Сонымен қатар мына жерде программалар, яғни программ және программ 2. Яғни мен қазір программ 2-ні жазып өшіріп тастайтын болсам, ол бізде мына жерде сақталып тұр. Яғни біз роботқа мына программды жүктеген болсақ, сонымен қоса роботтың жадысына бізде программ 2-де жүктелетін болады. Сондықтан біз оны осы жерден алып тастауымызға болады, удалить. Енді изображение, біз қандай изображение қолданамыз, яғни программада белгілі бір, мына жерден экранға суреттер қолданатын болсақ, инструменты, редактор изображений, изображение арқылы алып келетін болсақ, мына жерде біз изображенияда өзіміздің суретімізді де қоя аламыз. Ол өзі автомат түрде конвертация жасайды. Графикасы ол черно-белый болады, соған өзі конвертация жасайды. Оны блок экранда, яғни изображениялардың бәрі осы жерде сақталады, алып тастауға болады. Звуктардың барлығы мына жерде, инструмент, редактор звука. Мои блоки қалай жасалатынын тоже айтып өтем. Ол инструменты, конструктор, мой блок. Мой блоктар мынау көгілдір палитрасында болады. Блоктардың көгілдір палитрасында. Сонымен қатар переменалар бізде қызыл блокта болады. Ол математика блогы, операция с данными. Яғни айнымалылар бұл жерде өзіміз қолдан жасаймыз. Барлық айнымалылар осы жерде сақталады. Және экспортируемый элементі бізде мұғалім үшін ғана қоюға болады. Мына жерде показать дегенді алып тастауға болады. Текст осындай мұғалімнің бағдарламаны қамтамасыз ету құралында ғана оны көрсетуге болады. Сонымен қатар біз өзіміздің проектімізге видео қоя аламыз, яғни қалай жиналатын туралы инструкцияны қоя аламыз, изображение. Сонымен қатар біз осындай текстовый мәлімет қоя аламыз, видео, звук және веб-камерадан прямой өзіміздің жағы түрімізді қоя аламыз. Проекттің суреті, яғни бұл егер сіздер күрделі бір проект жасайтын болсаңыздар, осы свойство проекттаға кіріп, оны өзгертсеңіздер болады. Енді мына блоктармен танысып өтейік. Бізде 6 түрлі палитра бар. Жасыл, оранжевый, сары, қызыл, көк және көгілдір, голубой. Біріншіден бастайық. Жасыл блок, бұлар активный блоктар, яғни блок действия. Сіздерде мынау экранға дейін жаңағы индикатор состояния модуля дейді. Кнопкалардың индикаторы, түстері.
мынау оранжевый жанып тұрады, немесе жасыл жанып тұрады, немесе қызыл жанып тұрады деген сияқты кнопканы басқан программа орындалып жатқан кезде осыға дейін болады. Мынау мен қосымша орнатқан өзімнің блоктарым. Сонымен қатар бізде оранжевый блоктарда бұл программаны қосу және де бұл басқару операторлары, яғни управление операторами, да, операторларды басқару. Яғни бір нәрсені күт деген бар, цикл бар, переключение, жаңағы релейный алгоритм үшін қолдануға болатын, және программаның соңы деген бөлік бар. Біз прерывание цикла немесе біз программаның соңын көп блоктан қоя аламыз, остановить программу, яғни программа аяқталады. Мына екеуі ұқсас келеді, бірақ мынау циклды тоқтатса, мынау толық программаны тоқтататын көп блок. Яғни бізде көп программалар осы циклмен жазылатын болады алда. Сондықтан осыны да қолдануға болады, осыны да қолдануға болады. Бірақ егер біз мына программаның соңынан еш нәрсені қолданбасақ, онда ол да программаның соңы деген мағынада болады. Сары түстер бізде датчиктар, бірнеше датчиктар бар. Мынау датчик звука NXT сіздерде бар ма жоқ па білмеймін. Счетчик электроэнергии, бұл да сіздерде жоқ, себебі мен оны қосымша орнатқам. Температурный датчик тоже сіздерде болмайды. Инфракрасный датчик болуы мүмкін сіздерде. Сіздерде мынау кнопка управления модулем бар, датчик цвета, гироскоп, вращение мотора, таймер, датчик касания, ультразвук, ультрадыбыстық датчик. Осылар ғана болу керек. Қалған датчиктарды мен өзім орнаттым. SmartBricks деген компанияның датчиктары, соларды басқару үшін біз қолданамыз. Яғни сызық бойымен жүретін датчик. Олар туралы кейін уақыт қалып жатса, сіздерге тоже айтып беретін боламын. Блок математика, яғни операция с данными. Біздерде переменные, яғни переменныйдың атауын беру керек мына жерде. Онымен қазір жұмыс істейтін боламыз тоже. Мынау константа бізде тұрақты мәндер. Мынау бізде массивтармен жұмыс, әрқайсысымен толық тоқталып, барлығымен эксперимент жасайтын боламыз. Мынау логикалық операциялар. Біз сумо деген сайыз категориясын өткенде, осы логикалық операциямен сумоның программасын жасап көреміз. Сонымен қатар блок математики, яғни көп қолданылатын блок есептеулерде. Округление, яғни 4,75 санын до ближайшего, яғни 4,8-ге дейін округлить етуге болады. Округлить большему, округлить меньшему, да? Егер 4,7, 4,8-ге дейін округлять етеді. Сравнение, интервал, текст, случайное значение. Осыға дейін болады сіздерде, яғни случайное значение, 1-ден 10-ға дейін случайный мәнді біз экранға беруге болады. Немесе лотерея, тағы басқа ойындарды ойнайтын кезде біз осы случайный числоны қолданамыз. Бұл жерде бізде дополнение, қосымша блоктар. Нерегулируемый мотор деген бізде, яғни регулируемый моторда бізде энкодер деген датчик болады. Ол энкодер датчик арқылы біз оборот, градустарды басқарсақ, нерегулируемый моторда ол біз тек моторға қуат береміз. Яғни ол тоқтағаннан кейін ары қарай жүреді. Яғни біз оны плавное торможение немесе резкое торможение деп оны тоқтата алмаймыз. Бұл жерде аккумулятордың батарейкасы аз қалған кезде біз осы нерегулируемый моторды қолдана аламыз. Сонымен қатар инвертирование мотора, яғни бұл жерде мотор алдыға айналып тұрады. Сонымен қатар біз инвертор арқылы оны кері айналдыра аламыз. Яғни минус значение бермей, осы блокты қолдансақ болады. Бұның бір кемшілігі, яғни тек бір ғана моторды ғана басқара аламыз. Яғни бір моторға ғана бұл инвертация жасауға болады. Сонымен қатар необработанные значения датчика деген бар, в активном состоянии поддерживать. Bluetooth арқылы келесі блокпен байланыстыру. Екі роботтың арасында байланысты орнату. Сәлемдеме арқылы, сообщение арқылы.
регистрация данных, сосын доступ к файлу, яғни сонымен қатар мои блоги қазір ол бос болып тұр. Біз кейінірек өзіміздің блогымызды жасайтын боламыз. Аштық. Мынау домашний версиясының түрі сіздерде плюсті басу арқылы біз домашний версия болсын, образовательный версия болсын, жаңа программаны аша аламыз. Яғни программада біз нені көреміз? Мына жерде қызылмен белгіленіп отырған аймақ ол негізгі сіздердің жұмыс орындарыңыз. Область программы, рабочая область программы. Программаның блоктары оның астында осындай жасыл, оранжевый, сары, қызыл, көк, көгілдір палитраларда орналасады. Так, сонымен қатар мына жерде қызылмен белгіленіп отырған аймақта біз EV3 модулін басқару полиясын көріп отырмыз. Яғни біріншісі ақпарат, ол EV3 блогының атауы. Біз бұны осы жерден өшіріп, оны қайтадан басқа атпен жаза аламыз. Сонымен қатар батарейканың индикаторы, аккумулятордың индикаторы роботтың. Мына жерде встроенный по, біз прошивканың версиясын көре аламыз. Яғни біздің күнделікті қолданатын прошивкамызда роботтар сұрайтын прошивка 1.09. Тип соединения Wi-Fi арқылы болады, Bluetooth арқылы және USB арқылы болады. Мына жерде Wi-Fi арқылы қосылды деп көрсетіп тұр. Мынау басқару, мынау файлдар жүйесіне кіру. Яғни мына жерде память, блоктың память қанша толғаны, жадысы көрсетіледі. Яғни примерно 5% толған мына жерде. Енді оң жақ бөлігінде EV3-дің астында мынау бірінші біз программаны тек роботқа жүктейміз, бірақ оны орындамаймыз. Екіншісі жүктейміз және орындаймыз. Үшіншісі бұл жерде тек программаның бір бөлігін орындаймыз. Яғни үшіншісін қолдану үшін бізге программаның бір бөлігін белгілеп алу керек, және сол белгіленген блоктарды, қазір мен комментированияны алып тастайын, себебі біреу ойнап отыр. Так, дополнение. Отключить комментарии участников. Жақсы. Так, и комментарий очистить деген басайын. Очистить все рисунки. Жақсы. Екінші бізде блок, мынау блокқа қосылған моторлар және датчиктардың порттарын біз көре аламыз мына жерде, және ол туралы анықтама аламыз. Оны да алдыңғы сабақта көрсеткен болатын. Үстіңгі жақта проекттің атауы, подпрограмма. Мына жерде бізде режим курсоры, яғни белгілей аламыз мынаны блоктарда. Мына жерде біз добавление комментарий, үшінші сохранение проекта, дискетаның суреті бар, отмена последних действий, повтор последних действий, кері қайтару және қайталау. Сонымен қатар масштаб, үлкейту, кішірейту. Және дополнительный контенттің редакторы дейді. Бұл жерде қосымша контенттің біз мынау свойство проектада оны көрсетеміз. Яғни PDF файл болсын, басқа файлдар болсын, изображение, видео. Осы дополнительный контент деген бөлікте көрініп отырады ол бізге. Жақсы. Сабағымызды жалғастырайық. Бізде жаңағы программаны қалай жазамыз? Мына жерде программаны біз блоктарды қосу арқылы жасаймыз. Ол қалай жазылуы мүмкін? Яғни осылай қосылады программа. Немесе осылай қосылады программа. Мынау сызықты жалғау арқылы ұстап тұрамыз да, оған жалғаймыз. Егер осылай тұрса, программа жалғанбай тұр деген, яғни мына блок сіздерде орындалмайды. Бұл неактивный блок. Яғни белсенді емес блок. Осылай ұзын болып сызық болып тұрса, біз программаны осылай қоса аламыз. Егер екі программаның арасындағы сызықты алып тастау керек болса, біз егер қосу үшін бірінші блокты таңдайтын болсақ, сызық жалғанған, программаның сызықтарын алып тастау үшін біз мына екінші блоктағы сызықты таңдаймыз. Сызық өшіп қалады, яғни байланыс үзіледі.
Сонымен қатар бізде кей жағдайда параллельная программа деген қолданыста болады. Яғни біз екі средний моторды бірге қосу үшін, яғни біз оны былай қоссақ, программа солдан оңға қарай оқылады. Ең бірінші блок, жаңағы мына блок орындалады. А портындағы мотор 50 деген қуатпен, 50% мощностьпен бір оборот айналып болады. Содан кейін барып бізде мынау екінші мотор айналады. Екеуін бір сәтте орындау үшін біз параллельный задачаны қолданамыз. Яғни екеуіне де бірге байланыс жалғаймыз. Яғни мына кнопканы басқан кезде плейда үстіңгі моторды айналады, астыңғы моторды айналады. Яғни А да, Б да айналады, бір уақытта айналады. Осылай қоюға болады. Так, келесі бұны айтып кеттім. Давайте енді мына кітапты қолданайық. USB арқылы байланыстыруға болады. Яғни мына жерде USB деп өзгереді, көріп тұрғандарыңыздай. Сонымен қатар соединениені мына жерден өзгерте аламыз. USB, Bluetooth, жаңағы сіздердің қолдайтын болса компьютерлеріңіз Bluetooth-ды, Wi-Fi адаптер болса Wi-Fi арқылы. Яғни қандай Wi-Fi қолдануға болады? Бұл жерде разработчиктар, яғни программа қамтамасыз ету құралын жасаған, және де жаңағы EV3 жасаған Lego компаниясы Netgear N150 wireless USB адаптерді ұсынады екен қолдануға. Бұл Wi-Fi приемник 20 километр жерге дейінгі қашықтықта роботты басқаруға болады екен Wi-Fi арқылы. Бір Wi-Fi-да болу керек, яғни екеуі. Такс, мынау қалай қолдану керек екенін айтады бізге. Давайте мына программный блокты біз орындап көрейік. Ол үшін бізге EV3 ашық болу керек, яғни қосулы болу керек. Мына жерде біз демонстрацияны тоқтата тұрайық. Қазір осы жерде біз экранмен жұмыс жасайтын боламыз, яғни программаны ашайық и өзіміздің алғашқы программамызды жазамыз. Первая программа. Бізде осы блок экранмен жұмыс жасайық. Hello World деген программаны жазып көрейік экранда. Мен экран көрініп тұр ғой сіздерге. Такс. Давайте мына блок экранда программаның басымен жалғап қосайық. Қалай қосу керек екенін мен алдында айтып кеттім. Егер былай тұрса, бірінші вариантта бұл программа неактивный, яғни мына экранды оқымайды. Екіншісінде программа байланысқан, мынандай сызық арқылы байланыс жүргізілді деген сөз. Біз проводник дейміз, яғни байланыстырушы, жалғаушы немесе. Енді әр блоктың өзінің режимі болады, моторлардың да өзінің режимі бар. Оның алдында бір программа жазған кезде біз танысып кеткен болатынбыз. Тексті біз пиксель арқылы немесе сетка арқылы қолдансақ болады. Пиксель дегеніміз сеткадан төмен, яғни сетка бізде үш аумақ, сол жақ, оң жақ және ортасы болып табылады. А пиксель бізде нақты мөлшерлері, яғни 1 пиксель, 2 пиксель деп айтылады. Әр блоктың өзінің параметрлары бар, яғни бұл блок қалай жұмыс жасайды, қандай режимде жұмыс жасайды. Яғни текст экранға егер текстті қоссақ, текст деген бөліктің, блоктың да өзінің параметрлары бар, бірнеше негізгі параметрлар. Ол очистить экран, яғни истина болса, барлығы да экранда болған командалардың барлығы жойылады. Столбец X деген сол какой отступ текста, қандай отступтар болады, яғни X дегеніміз бізде горизонталь, Y дегеніміз бізде вертикаль. Түсі болады, истина болса, онда
тексттің цветі ақ түс болады, яғни көрінбейді. Қалған болса темный фонда болады, яғни ақ түсте болады немесе темный фонда болады. Шрифт определяет размер, яғни біздің үш шрифтіміз бар, ортаңғы, кіші және үлкен шрифттер бар. Енді біз hello world деген сөзді жазу үшін сол жерге hello world деген сөзді жаза аламыз. Біз орысша әріптерді жаза алмаймыз, тек латын әріптерін ғана қолдануға болады Евотридің блогында. Яғни мынау блог бізге ең үстіңгі сол жағында сетканы таңдадық. Үстіңгі 0 және сол жақтан да 0, вертикаль, горизонтальдан да 0, яғни ең сол жақ шеткі бөлігі деген сөзді білдіреді. Сол жерде hello world деген сөзді көрсету керек. Қара фонда емес, яғни бізде ақ фонда ол көрсетілу керек, яғни түсті таңдадық. И формат. Алдыңғы барлық тексттардың барлығы өшу керек. Оның жанында тұрған тексттардың бәрі өшеді, тек осы hello world деген ғана сөз ғана тұру керек. Айтып кеткендей, біз тек мынау символдар мен латын әрпінің осындай әріптерін ғана қолданамыз, латыннан. Енді программаны жүктеп болғаннан кейін, біз жазып болғаннан кейін, точнее, бұл программаны жүктеу деген кнопканы басуымызға болады, немесе жүктеп және орындау деген кнопкаға басуымызға болады. Давайте жүктеп және орындап көрейік. Бізде программа қосылмауы керек. Кім айта алады, не себепті қосылмайды программа? Давайте жазып көрейік программаны. Біз текст деген, экран дегенді таңдаймыз. Давайте үлкен қылдырайын. Рука арқылы, сдвиг арқылы мен жылжыта аламын экранымды. Увеличить масштаб арқылы мен масштабты үлкейте аламын. Так, мынаны таңдасам, мен блокты өзгерте алмаймын, сондықтан режим курсорды таңдаймын, выбрать. Мына жерге мен изображение емес, так, бірінші біз режимді өзгертеміз, текст, сетка. Содан кейін мына жерде Mindstorms деген сөз. Mindstorms, давайте hello world деп өзгертейік. Так, размер бізде 2, ең үлкен екен 2 деген. Давайте 2-ні таңдайық. Бірінші біз ақ түсте жазаймыз, қара шрифт болады. Қара фонда жазсақ, онда ол ақ шрифт болады текст. Енді осы программаны біз орындап көрейік. Ол үшін біз Evo3-ді байланыстыру керекпіз. Байланыста және давайте байсек. Экран көрінетіндей бізге. Программаны жүктеп көрейік. Программа жүктелді, бірақ көрсеткен жоқ. Не себепті көрсеткен жоқ? Давайте мына жерге біз ожидание қойып көрейік, яғни күтсін. Тез орындалып кетіп жатыр, бізде ешқандай ожидание жоқ, іс-әрекет. Енді 2 секунд күтсін. Уақытты таймерді қойдық, яғни мына жерде управление операторами, ожидание және ожиданияда біз 2 секунд деген уақытты көрсеттік. Енді қосып көрейік. Hello world деген сөз шықты бізде. 2 секундтан кейін программа аяқталды. Мен алдында айтқан болатын, остановить программу дегенді қолдансақ болатын, оның соңында. Немесе оны қолданбаса да болады, себебі егер блок жоқ болса, онда ол программа автомат түрде өзі аяқталады. Сонымен қатар мен айтқан болатынмын, егер программаны біз сол жақтан оқимыз. Мынау программа басталды, кнопканы басқан кезде
біз мынау сөзді шығарамыз, ол сөз 2 секунд қосылуы керек, ары қарай программа орындала беретін болады, солдан оңға қарай. Так, мынаның барлығын айтып кетті. Иә, текст неге көрінбеді дейді, яғни ол бізде тез орындалғандықтан біз ожиданияны қосу керек болды. Временная задержка дейді. Енді зеленый дегеніміз бізде команды действия, оранжевый оператор, желтый ол команды ожидания, яғни датчиктар. Красный математикалық операциялар, көк дополнительный блоктар, бирюзовый main блок. Барлығы сіздердікіндей блоктар мына жерде. Енді 5 секунд көрсетіп мына жерде, біз 2 секунд көрсеттік, ешнәрсе етпейді. Осы сияқты біз текстпен жұмыс жасаған сияқты, біз сонымен қатар звукпен жұмыс жасай аламыз, суреттермен жұмыс жасай аламыз, және өзіміздің слайд-шоуымызды жасай аламыз. Экран, звук және ожидания қолдану арқылы. Сіздерге тапсырма осыны жасап көріңіздер үйде. Біз келесі блоктармен жұмыс жасайтын боламыз. Келесі блоктармен жұмыс жасау үшін бізге курс программирования работы EV3 среди Олега Майштормс EV3 деген кітап көмектеседі. Моторларды біз DCB, ABCD-ға қосамыз дедік портқа. PC дегенге біз USB жалғаймыз компьютермен байланыстыру үшін. Яғни моторлар екі бағытта айналады, біреуі оң және сол теріс бағытта айналады. Моторлармен жұмыс жасау үшін біз действие деген блоктарда, яғни жасыл блоктарда осы 4 түрлі блок бар моторлармен жұмыс жасайтын. Давайте ашып көрейік. Жабайық. Средний мотор, средний мотор бізде тек бір ғана мотор, ол А. Және де үлкен моторды біз қолдана аламыз. Жалғыз моторда. Ол көбінесе бізде D портында болады. Программалық жаңағы қамтамасыз ету құралы, бір-екі программаның артықшылығы біз порттарды өзгерте аламыз, егер бір-екі программада бұл порттар тұрақты болса. Сонымен қатар бізде независимое управление бар, және мынау независимое управление, мынау рулевое управление. Мына жерде рулевое управление деген тұр. Оның режимі бар, яғни неше режимі бар бізде. Моторлардың 5 режимі бар. Моторларды өшіреді. Выключить моторы. Яғни А портындағы средний мотор қазір өшіп тұрады. Сол сияқты бізде қосады, яғни D моторы шексіз айналып тұрады. Аккумулятордың заряды таусылғанша дейін, немесе программаны біз қолмен тоқтатпағанша дейін ол қосылып тұрады. Және де бізде энкодер датчиктарының көмегімен количество градусов және количество оборотов деген бар. Яғни бір оборот ол 360 градусқа тең болады. Оны барлықтарыңыз жақсы білесіздер. Біз дөңгелекпен жұмыс жасағандықтан, яғни моторды біз дөңгелектердің көмегімен жүргіземіз. Роботты біз дөңгелектердің көмегімен жүргіземіз, ол мотор айналдырады дөңгелектерді, дөңгелек жүргізеді роботты. Сондықтан дөңгелек домалақ болғандықтан біз осы 360 градус бір оборот моторға тең болады деп есептейміз. Яғни бұл жерде мотордың обороты, яғни дөңгелектің, яғни колесоның оборотымен тең болады. Жақсы, бұны түсінді деп ойлаймын. Выключить, включить на количество секунд, яғни бұл дегеніміз бізде программаны мынау күйінде жазғанға тең болады. Яғни мотор 1 секунд қосылып тұрады, 1 секундтан кейін ол
резкое торможение жасайды, яғни тормозить в конце истина десе ол резкое торможение. Ложь десе ол параметр, иә. Плавное торможение, яғни инерциямен ол ары қарай кете беретін болады. Бұл мынаған тең болады, яғни робот алдыға қарай жүреді, 1 секунд ішінде жүреді. Включительно количество секунд. Осы екеуі бір зат. Яғни біз Сонда моторлар... ожидание уақытты көрсете ма дедік? Ожидание уақыты, яғни программа неше секунд орындалады. А мынау қасында тұрған бір ше, 50-51 деп тұр ғой, мысалы жаңа. 50-51, бұл жерде оборот, яғни бұл жерде моторлардың ішінде датчик болады, энкодер деп аталады, ол датчик. Яғни мотор неше градусқа, неше оборотқа айналды, соны айтып тұрады бізге. Кейбір кезде осы жерде сағат тұрады ғой? Количество секунд бар, немесе количество градус бар. Егер осы жерде количество секунд болса, сол қанша уақытқа жылжып тұратынын білдіреді ма? Қанша уақыт жүріп тұратынын? Осы жерде егер сағат болса? Количество секунд дегеніміз, біз оны көбінесе қолдамаймыз, себебі аккумулятордың заряды өте аз болса, ол жайын алып қалады да, ұзақ жүріп кетуі мүмкін. Белгіленген бір қашықтыққа егер роботты жіберетін болсақ. Сондықтан біз энкодерлардың көмегімен количество градус немесе количество оборотов арқылы роботты жүргізетін боламыз жарыстарда. Себебі количество секундты таңдайтын болсақ, онда ол заряды аз болса, жаңа айтып кеттім, осы ең кемшілігі. Бірақ кейбір жағдайларда бізде лабиринт тағы да басқа категорияларда оборотты біз қолдана алмаймыз, себебі оборотты қолданған уақытта робот бір жерге тұрып қалып, дөңгелектер айналып қалуы мүмкін. Егер дөңгелек қозғалмай қалса, біз оборот немесе градусты қолданатын болсақ, онда ол пока 360 градус болмай, немесе толық бір оборот жасамай, роботтың дөңгелегі, мотор, ол программаның мына блогын аяқтамайды, яғни. Допустим, бізде количество оборотов 1. Робот 0,75 оборот жасады да, тұрып қалды дөңгелегі, бір жерге қатып қалды, тіреліп қалды. Енді келесі блокты ол орындау үшін мына блокты аяқтау керек. Мына блок аяқталмаса, яғни мына оборот 1-ге жетпесе, онда ол мына блокты орындай алмайды. Бұл жағдайда біз количество секундты қоса аламыз, немесе сторожевой таймер деген бар. Время ожиданияны 1 секундқа қолданамыз, яғни мына программа тек 1 секунд орындалады, яғни бір оборот жасады ма, жасамады ма, ол 1 секундтан кейін өшіп қалады да, келесі программа орындалады. Яғни осындай шешімдері бар. А вот сосын рулевое управление мен независимое управление айырмашылығы неде? Сонда независимое екі дөңгелегі бір-біріне не зависит, соны білдіріп тұра ма? Независимое дегеніміз бізде мынау бірінші блок көкпен белгіленіп тұрған. Яғни әр моторға біз әртүрлі мощность бере аламыз, қуат. Яғни мощность деген бізде минус 100%-дан 100%-ға дейінгі мощность. Процентті айтамыз мына жерде. 0-ден 100%-ға деген сол 10 бағытта айналады, 0-ден минус 100-ге дейін теріс бағытта айналады. Яғни біз танковый разворот жасау үшін минус 50-де 50 деп бере аламыз мына жерде. Әр моторды біз басқара аламыз, яғни екі мотор бір-біріне байланысты емес. Егер біз рулевой управленияны қарайтын болсақ, біз тек екі моторға бірдей жылдамдық береміз, 50% дегенді. Ал бірақ біз бұл алдыға ғана жүргенде, немесе минус 50%, бұл артқа жүру үшін. Направлениясы өзгерді. Ал егер біз 50% дейтін болсақ, бірақ бағытын өзгертетін болсақ бұлай, яғни 25-ке, онда бір мотор 45-пен айналуы мүмкін, бір мотор 5-пен айналуы мүмкін. 5 деген пайызбен айналуы мүмкін, мощность. Яғни біз екінші моторды басқара алмаймыз. Мына жерде мысалы 25 жылдамдығын білдіріп тұр ғой,
Қанша 25 деген бізде роботтың бағытын білдіріп тұр. Яғни қандай бағытын бір білдіріп. поворотқа кіретін болса робот, иә, 45 градус немесе 30 градус поворотқа кіретін болсақ, біз осы бағытты көрсеткен кезде мына жерде білмейміз, 50% деген сол бөлініп кетеді, екіге бөлінеді, яғни 50%-дің 25 жаңағы 25% сол жақ моторға кетеді да, жоқ, наоборот, 10 жақ моторға кетеді да, қалған пайызы 50-дің 75% сол жақ моторға кетеді. Яғни робот біздің оңға қарай айналу керек. Солдан оңға қарай жүру керек. Сондықтан 50-дің 25% қанша, оны 4-ке бөлеміз ғой. Примерно 12-13% мощность. Бізде ол ненікі болады. 12% мощность 10 жақ моторға и 88% мощность сол жақ моторға беріледі. Бір оборот жасаған кезде ол примерно осы 25 деген бағыт көрсетіліп тұр ғой. Сондай іс-әрекет жасайды. Сонда мощностьті білдіріп тұр ма? 50 дегеніміз екі моторға берілетін мощность. Бірақ біз направлениені өзгертетін болсақ, екі мотордың қосындысы и осы 50-ге тең болады. Яғни біреуі 12 болуы мүмкін, біреуі 38 болуы мүмкін. Общий 50, да? Общий 50 болады, иә. Бұл жерде рулевой управленияда екі мотор бір-біріне байланысты. Яғни екі мотордың жылдамдығы 50-ге тең болу керек. Мына жерде біз әр моторларға өздеріне сай жылдамдық бере аламыз. Яғни әр моторды өзіміз басқара аламыз. Сондықтан ол независимый управление деп аталады. Сонда рулевой управлениеда екі мотордың несі общий 50-ге ғана жету керек па? Біз 50-ді көрсетсек, общий мощность 50-ге жету керек болады. Рулевой управлениеда. Так. Бізде мына жерде фордтарды көрсетеміз дейді, жаңағы айтып кеткендерім. Сонымен қатар мына жерде біз датчиктарды қолдана аламыз. Ол туралы кейінірек айтайын, қазір программаны жазғанда. Так. Бізге ертең тексеріс келеді деп еді. Негізі біттік уже. Жалпы. Да, бұл қалдық па? Ертең точные повороты деген бар, тақырып. Яғни моторлардың көмегімен одометрия дейді. Точный жаңағы расстоянияға барамыз. 100 сантиметр болсын, 50 сантиметр болсын, обороттарды есептеп. Содан кейін датчиктардың көмегінсіз бұрылыс, белгілі бір градусқа бұрыламыз. Осы екі жаттығуды жасайтын боламыз ертең. Және жаңағы моторларды қалай қолданамыз, соны закреплять ететін боламыз тақырыпта. Жақсы онда. Сабақ аяқталды.